Сәлем, бұл Қарафайл арнасы. Бүгінгі оқиға жай ғана қылмыс туралы әңгіме емес. Бұл ақша үшін адамдықты сатқан жандардың қаншалықты төменге құлдилай алатынын көрсететін сұмдық тарих. Кейде байлық адамды қорғамайды, керісінше оны нысанаға айналдырады. Кейде махаббат адамды құтқармайды, керісінше оны әлсіз тұсқа айналдырады. Ал кейде қылмыскерді ұстап беретін нәрсе полицияның күші ғана емес, оның өз ашкөздігі болады. 2008 жылы Қазақстанда дүр сілкіндірген ең шулы қылмыстық істердің бірі болды. Қарағандылық ірі кәсіпкер Георгий Бармин және болашағынан зор үміт күттірген жас әнші Анна Шейдер із-түзсіз жоғалып кетті. Бірі бай, ықпалды, беделді адам. Екіншісі жас, сұлу, талантты әнші. Екеуінің өмірі жарқын көрінгенімен, олардың соңынан ақшаға тоймаған, қатыгез адамдар аңдып жүрген еді. Бұл іс кейін қос адам өлтіру, адам ұрлау, бопсалау және $1 миллион қылмыстық схемаға айналды. Объект номер 2, труп не установленный. По внешности мужчины, ростом метров 170-175 сантиметров. Егер осындай шынайы, ауыр, жүректі тітіркентетін қылмыстық оқиғаларды ұнатсаң, дәл қазір Қарафайл арнасына тіркеліп қой. Өйткені мұнда біз тек тарих айтпаймыз. Біз қараңғылықтың ішіндегі шындықты ашамыз. Ал енді бастайық. 2008 жылдың қыркүйегі. Алматы қала тіршілігі әдеттегідей жүріп жатты. Бірақ дәл сол күндері екі адамның тағдыры қылмыстық топтың қолына түсіп жатқанын ешкім білген жоқ. 3 қыркүйек күні Алматыдағы элиталық тұрғын үй кешеніне шамамен 30-дардағы түрі күмәнді бір ер адам кіреді. Өзін кәсіпкер Георгий Барминнің туысымын деп таныстырады. Ресейден келдім дейді. Қолында кілт те бар. Сөзіне сенімді. Консьерж әйел оған күмәнмен қарағанымен, оның әңгімесіне толық қарсы тұра алмайды. Өйткені әлгі адам нағыз үй иесінің адамы сияқты әрекет етеді. Ол журналға мәлімет қалдырып жоғары көтеріледі. Содан кейін ол адамды да, Барминді де, оның жанындағы әнші Анна Шейдерді де ешкім көрмейді. Олар жоғалып кетті. Бірақ ең қорқыныштысы, олардың жоғалғанын ешкім бірден түсінбеді. Георгий Бармин ірі кәсіпкер болатын. Құрылыс саласында жүрген, үлкен келісім шарттары бар, қатаң мінезді, ықпалды адам. Оның кенеттен бірнеше күнге жоқ болып кетуі бірден күдік туғызуы тиіс еді. Бірақ айналасындағылар бастапқыда оны сапармен кеткен шығар деп ойлады. Оның ұлы Юрий де әкесі басқа қалаға кеткен болуы мүмкін деп сенді. Өйткені бизнесі үлкен адам үшін мұндай жүріс-тұрыс қалыпты көрінетін. Бірақ күндер өте берді. Телефон өшірулі, қоңырауға жауап жоқ, хабар жоқ. Компания қызметкерлері де алаңдай бастады. Көп жұмыс тоқтап қалды. Басшысыз кей шешімдер жүрмей қалды. 13 қыркүйек күні ақыры полицияға арыз түседі. Сол күні тағы бір адам келеді. Анна Шейдердің анасы. Ол қызының бұлай жоғалып кетуі мүмкін емес екенін айтады. Анна анасымен үнемі хабарласып тұратын. Телефонды өшіріп үндемей кету оның мінезіне мүлде сай емес еді. Сол сәтте полиция екі жоғалуды бір іс ретінде қарай бастайды. Тергеудің алғашқы күндерінде бәрін таңғалдырған бір шындық ашылады. Георгий Бармин жоғалып кеткеннен кейін оның ұлы Юрий белгісіз адамдарға әкесінің атынан $500 мың беріп жіберген. Бұл ақша 2 рет тапсырылған. Сырт көзге бұл ақылға сыймайтын нәрсе сияқты. Бірақ Юрий үшін бұл тосын болмаған. Өйткені әкесі бай адам еді. Үйде де, бизнесте де оның сөзі заңмен тең болатын. 4 қыркүйек күні Юрийге әкесінен қоңырау келеді. Жедел түрде ақша жинап, Алматыға жеткізуді тапсырады. Ақшаны арнайы адам алып кетеді дейді. Юрий еш қарсылықсыз орындайды. Ол әкесіне сенді. Ол мұны шұғыл бизнес мәселесі шығар деп қабылдады. Ол тіпті күмәнданбады да. Кейін есігі қағылады. Ішке бір ер адам кіреді. Өзін әкесінен келген адам ретінде таныстырады. Ақшаны алып кетеді. Біраз уақыттан кейін тағы ақша сұралады. Юрий тағы орындайды. Ал шын мәнінде ол әкесіне емес, әкесін ұрлап кейін өлтірген адамдарға ақша беріп жүрген еді. Көп ұзамай Юрийге бір түрлі SMS хабарламалар келе бастайды. Одан электронды пошта ашып, мекен-жайын жіберуді сұрайды.
Содан кейін әлгі поштаға әкесінің атынан хаттар келе бастайды. Хаттарда ол шетелде жүргені, бір қиын жағдайға тап болғаны, тағы ақша керегі жазылады. Кейде біреулермен тауда отырдым дейді. Кейде басқа елге кеттім дейді. Кейде тіпті аннамен жанжал болды дегенге дейін барады. Бірақ Юрий бірден бірнеше сәйкессіздікті байқайды. Біріншіден, оның әкесі электронды поштамен мүлде жұмыс істемейтін. Екіншіден, хаттардағы тіл әкесінің стиліне ұқсамайтын. Үшіншіден, кей сөздер мен есімдер оның өмірінде болмаған. Полицияда түсінді, хаттарды бар менің өзі жазып отырған жоқ. Демек, олармен байланысып отырған адам қылмыскер. Ал бұл дегеніміз, тергеу үшін әлі де жіптің ұшы бар деген сөз. Бұл қылмыста үзілген екі тағдыр бар. Солардың бірі Анна Шейдер. Анна жай ғана жас қыз емес еді. Ол талантты, сахнаға лайық, келешегі зор әнші болатын. Ол әртүрлі музыкалық байқауларға қатысып, ерте жастан көзге түсті. Музыкалық мектепте оқыды. Өнер жолына шындап кірісті. Кейін Суперстар KZ жобасына қатысып, жұртқа танылды. Оның дауысы, келбеті, сахнадағы еркіндігі көп адамның есінде қалды. Ол үлкен жұлдызға айналуы әбден мүмкін еді. Георгий Бармен оны қолдады. Оның өнеріне ақша да, уақыт та жұмсады. Шетелге шығуына көмектесті. Алға жылжуына мүмкіндік берді. Сырт көзге бұл ықпалды ер адам мен жас әншінің арасындағы байланыс еді. Бірақ қылмыскерлер үшін бұл қысым жасауға болатын ең әлсіз тұс еді. Олар түсінді, егер Аннаға қауіп төнсе, Бармен бәріне көнеді. Сөйтіп Анна өз еркінен тыс қылмыскерлердің қолындағы құралға айналды. Тергеудің басында күдік әртүрлі бағытқа түсті. Алғашқылардың бірі болып, тіпті Юрийдің өзі де назарға ілінді. Неге ол бірден полицияға бармады? Неге бейтаныс адамға сонша ақша берді? Неге әкесінің жүрген жері туралы әртүрлі нұсқа айтты? Бұл сұрақтар орынды еді. Одан бөлек, Барменнің бизнесі де зерттелді. Үлкен ақша бар жерде, дұшпан да, қызғаныш та, пайда көргісі келетін адамда болады. Аннаның анасы болса, қызым біреулер қызғанған болуы мүмкін деді. Шоу бизнестегі бәсекелестік, бай адамдармен араласу, сәттілік, бәрі де біреуге ұнамауы мүмкін. Тергеушілер Барменнің бұрынғы серіктестерін, қызметкерлерін, таныстарын, бизнес дауларын, шетелге шығу мүмкіндігін бәрін тексерді. Бірақ нақты іс әлі де көрінбеді. Сол кезде тергеу бір маңызды нәрсеге сүйенді. Қылмыскерлер тағы ақша сұрап отыр. Демек, олар әлі байланыста. Демек, оларды ашуға болады. Полиция қылмыскердің мінезін түсінді. Ол тоқтай алмайтын адам. Бір рет үлкен ақша алған соң тағы да сұрайды. Өйткені ашкөздік тоймайды. Сондықтан тергеушілер осы ашкөздікті өзіне қарсы пайдалануға шешім қабылдады. Юрий арқылы тағы ақша бар деген ақпарат беріледі. Сырттай бәрі шынайы көрінуі керек болды. Қылмыскер күмәнданбауы тиіс. Хаттарға жауаптар мұқият жазылды. Кейде ақша жинау қиын екенін айтты. Кейде аздап уақыт сұрады. Кейде отбасының алаңдап жүргенін жеткізді. Мұның бәрі бір мақсат үшін жасалды. Қылмыскерді шыдамсыз ету. Өйткені шыдамсыз адам қателеседі. Бұл хат алмасу апталап айлап созылды. Тергеушілер үшін әр хат үміт. Қылмыскер үшін әр хат жаңа ақшаға жол. Ақыры ол тағы қармаққа түсті. Желтоқсанға қарай қылмыскерлер тағы $500,000 сұрайды. Полиция операция дайындайды. Юрий бұрын ақша тапсырған ескі мекенжайды айтады. Бақылау қойылады. Іште де, сыртта да адамдар дайын тұрады. Кешке аулаға Мерседес келіп тоқтайды. Ішінен бір жігіт түседі. Ол сәл абдырап подъезді шатастырып алады. Бір сәт бәрі бұзылғандай көрінеді. Бірақ ол қайта хабарласып, дұрыс есікті табады. Пәтерге кіреді. Қолына ақша салынған пакетті алады. Сол сәтте оны оперативниктер ұстап алады. Бұл адам Андрей емес, Анатолий Афиногенов еді. Ол өзін толық жағдайдан бейхабар адамдай көрсетеді. Иә, ақша алуға келгенін мойындайды. Бірақ кім үшін жүргенін толық білмейтінін айтады. Оған жай ғана ақша уәде етілген. Сол үшін келген. Бұл қылмыстық схеманың тек бір буыны еді. Нағыз басты адамдар әлі сыртта болатын.
Афиногенов ұсталғаннан кейін оның сыртта жалғыз еместігі белгілі болды. Жақын маңдағы көлікте тағы бір адам отырған. Ол да бірден күдікке ілінді. Сөйтіп полиция Дмитрий Костицинді ұстайды. Ол қолға түскен сәтте телефонындағы сим-картаны сындыруға тырысады. Бұл оның абыржығанын көрсетті. Сим-карта қалпына келтіріліп, байланыстары тексерілгенде тағы бір есім шығады. Бұл сол баяғы элиталық тұрғын үйге кіріп, өзін туысымын деп таныстырған Сергей Кабринский. Ол да ұсталады. Бірақ іс мұнымен бітпеді. Қылмыстық тізбек одан да жақын адамға барды. Сол адамның аты тергеушілерді таңғалдырды. Ол Георгий Барминнің жеке жүргізушісі Орлан Абикенов еді. Тергеудің басында Абикенов жай куәгер сияқты көрінген. Ол қожайынның үйіне жеткізгенін, одан кейін ештеңе білмейтінін айтқан. Бірақ шын мәнінде ол қылмыстық топтың ішкі адамы болып шықты. Ол Барминнің кестесін білді. Оның қайда баратынын білді. Қандай әдеттері барын білді. Аннаның да қай кезде жанында болатынын білді. Қылмыскерлер үшін дәл осындай адам керек еді. Олар Барминге сырттан жете алмайтын. Сондықтан оған ең жақын жерден кірді. Абикеновтың көмегімен олар бүкіл қозғалысты біліп отырды. Қай күні, қай сәтте, кіммен бірге ұстауға болатынын есептеді. Осы жерден бір нәрсе анық болды. Бұл қылмыс кездейсоқ жасалмаған. Ол ұзақ уақыт дайындалған. Кейін белгілі болғандай, топ бұл іске бірнеше ай дайындалған. Олар алдын ала жеке үй жалдаған. Үйдің ауласына шұңқыр қаздырған. Үстіне кейін дәретхана орнатқан. Сондай-ақ арқан, пластик қысқыштар, бөлек телефондар, тіркелмеген сим-карталар алып қойған. Яғни олар тек ақша алуды емес, құрбандарды жасыруды да алдын ала ойластырған. Мұндай дайындық бір ғана нәрсені білдіреді. Олар құрбандарды тірі қалдыруды басынан жоспарламаған болуы мүмкін. Қылмыс схемасы дайын болды. Енді тек сәтін күту керек еді. Сол сәт Анна мен Георгийдің әуежаймен байланысты әдетінен табылды. Анна жиі Барминді әуежайдан қарсы алатын. Сол күні де ол көлікке сеніп мінді. Жүргізуші оған қысқа жолмен барамыз дейді. Анна Алматыны жақсы білмегендіктен күдіктенбейді. Бірақ көлік әуежайға емес, алдын ала дайындалған жеке үйге келеді. Көліктің ішінде жасырын отырған адамды бар еді. Барлығы жоспар бойынша жүріп жатқан. Үйге жеткен соң Аннаны күштеп түсіріп, қол аяғын байлап, жертөлеге апарып қамайды. Осылайша ол ақша алу үшін қолданылатын тірі қысым құралына айналады. Қылмыскерлер Барминнің оған өте жылы қарайтынын білді. Сондықтан дәл Анна арқылы оны бағындыру оңай болатынын түсінді. Келесі кезең Георгий Барминнің өзі. Ол әуежайдан қайтып келе жатқан. Жүргізуші өз адамы. Барлығы бақылауда. Белгіленген жерде жүргізуші көлікті тоқтатады. Сыртқа шығып кетеді. Сол сәтте қылмыскерлер көлікке басып кіреді. Бармин алғашында мұны жолдағы шабуыл шығар деп қабылдаған болуы мүмкін. Бірақ ол ең сенімді адамы, жүргізушісінің сатқын екенін бірден түсінбеді. Оған Аннаның да ұсталғанын айтады. Сол сәтте ол қарсылық танытса, қызды өлтіреді деген қауіп төнеді. Бармин көнуге мәжбүр болады. Әуелі пәтердің кілттерін береді. Сейфтегі ақшаны береді. Сосын ұлына қоңырау шалып, тағы ақша жинатуына мәжбүр болады. Яғни $1 миллион схема осылай іске қосылады. Бармин де, Анна да сол үйде ұсталады. Олар тірі болған. Бірақ толық бақылауда еді. Қолдары байлаулы. Қозғалыстары шектеулі. Қашып шығу мүмкін емес. Ал қылмыскерлер болса, ақшаны қалай бөлісеміз, тағы қаншаламыз, кім не істейді деген дауларға кірісе бастады. Көп қылмыстық топ сияқты, бұларда да ішкі сенімсіздік болды. Бірақ бәрін біріктіріп тұрған нәрсе ақша еді. Ақша қолдарына түскен соң бір шындық анық болды. Тірі куә қалдыру қауіпті. Сол себепті Бармин мен Аннаның тағдыры шешіліп қойған еді. Кейін тергеуде әрқайсысы кінәні бір-біріне жапты. Бірі мен өлтірген жоқпын деді. Бірі мен тек қасында болдым деді. Бірі бәрін басқа адам істеді деді. Бірақ байланыс деректері мен жауаптар бәрінің де сол жерде болғанын көрсетті. Тергеушілердің пайымынша құрбандар тұншықтырылып өлтірілген. Бұл жерде нақты кім соңғы қимылды жасағаннан бұрын бәрінің ортақ қатысы маңызды болды. Бірі ұстауы мүмкін. Бірі басуы мүмкін.
Бірі бақылап тұруы мүмкін. Бірі кейін көмуге көмектесуі мүмкін. Қалай болғанда да, екеуі де тірі қалмады. Содан кейін олардың денелері алдын ала қазылған шұңқырға тасталды. Үстінен топырақ төгілді. Жаңа дәретхана орнатылды. Осылайша қылмыскерлер із мәңгіге жоғалады деп ойлады. Ұсталғандардың алғашқы жауаптары тез нәтиже бермеді. Бірақ бірте-бірте шындық ашыла бастады. Ақыры қылмыстық топ мүшелерінің бірі мәйіттер көмілген орынды көрсетті. Алғашында тергеушілер қате жерді қазды. Ештеңе табылмады. Кейін жаңа дәретханаға назар аударылды. Дәл соның астында алдын ала қазылған шұңқыр бар болып шықты. Қазу жұмысы басталғанда ең жаман күдік расталды. 2 мәйіт табылды. Уақыт өтіп кеткендіктен денелер қатты өзгерген еді. Сондықтан сараптамалар қажет болды. Даңқ, тіс құрылымы, медициналық деректер тексерілді. Ақыры олардың Георгий Бармин мен Анна Шейдер екені анықталды. Іс енді ресми түрде қос адамды ұрлау, бопсалау және өлтіру қылмысына айналды. Қылмыскерлер мәйіттерді жасырумен тоқтаған жоқ. Олар басқа дәлелдерді де жойды. Бармин мінген қымбат Lexus 470 көлігі бөлшектеліп тасталған. Оны басқа жерге апарып, бөлшектерге бөліп, кей белгілерін өшіріп, нөмірлерін жойған. Тіпті дәнекерлеуші жалдап, машинаның бөліктерін танылмайтындай етуге тырысқан. Үйді де ұзақ ұстамаған. Кейін оны басқа адамдарға жалға берген. Тіпті оларға, бұл жерде біз бұрыннан тұрамыз деп айтуды өтінген. Яғни, олар ізді жасыру үшін жалған тұрмыс тарихында жасап шыққан. Бірақ тым көп адам қатысқан қылмыс ешқашан мінсіз жабылмайды. Әсіресе ақша ортасына кірген кезде. Бұл істі ашқан негізгі себептердің бірі қылмыскерлердің ашкөздігі болды. Олар алғашқы ақшаны алған соң тоқтамады. Тағы сұрады. Тағы тәуекел етті. Тағы адам жіберді. Егер сол сәтте тоқтағанда, мүмкін тергеу ұзаққа созылар ма еді. Бірақ оларда тоқтайтын сабыр болмады. Желтоқсанға қарай олар ақшаны шашып үлгерген еді. Жаңа көліктер алды. Пәтер жөндеді. Қымбат демалысқа барды. Мейрамханаларға кірді. Жеңіл келген ақша оларға өзін жеңімпаз сезіндірді. Бірақ дәл сол жеңілдік оларды босаңсытты. Сақтықты ұмыттырды. Ақыры қақпанға түсірді. Сот кезінде айыпталушылардың бәрі өз рөлін азайтып көрсетуге тырысты. Бірі ұйымдастырушы емес едім деді. Бірі өлтірген жоқпын деді. Бірі тек көмектестім деді. Бірақ дәлелдер жеткілікті болды. Телефон байланыстары, ақша беру тізбегі, үй жалдау деректері, көлік бөлшектері, жүргізушінің рөлі, мәйіттердің табылуы. Барлығы бір-бірімен қабысты. Сот бұл істі бірлескен ауыр қылмыс ретінде қарады. Нәтижесінде негізгі мүшелер ұзақ мерзімге сотталды. Кейбірі 25 жылға дейін жаза алды. Жүргізуші де ауыр жазаға кесілді. Ал ақша тасуға қатысқан адам өз рөліне сай бөлек мерзім алды. Ұрланған ақшаның басым бөлігі сол күйі толық табылмады. Бірақ ең маңыздысы, қылмыскерлер жазасыз қалмады. Бұл тарих ақша үшін жасалған қылмыстың адам тағдырын қалай таптап өтетінінің ауыр мысалы. Георгий Бармин байлығы үшін нысанаға айналды. Анна Шейдер сол бай адамның жанында болған үшін құрбан болды. Бұл жерде өлтірген нәрсе мұқтаждық емес. Бұл жерде өлтірген жеңіл ақшаға деген құмарлық. Тойымсыздық, адамдықтың жоғалуы. Қылмыскерлер бәрін ойластырдық деп санады. Үй жалдады. Шұңқыр қазды. Телефон дайындады. Іс жасыруды да есептеді. Бірақ бір нәрсені ұмытты. Адам қанша жерден айлакер болса да, өз мінезінен қаша алмайды. Оларды ұстап берген сол өздерінің ашкөздігі болды. Міне, осылайша Қазақстанды дүр сілкіндірген ең ауыр қылмыстық істердің бірі ашылды. 2 адам өмірден кетті. Бірі ықпалды кәсіпкер, бірі жарқын болашақ күткен жас әнші. Олардың өмірін ақшаға тоймаған адамдар үзді. Бірақ сол қылмыскерлердің өздері де ақырында сол ақшаға бола құлады. Егер осындай шынайы, ауыр, қараңғы қылмыстық хикаяларды тағы көргің келсе, дәл қазір Қарапай арнасына тіркел. Лайк бас. Ал пікірге жаз. Осы оқиғада сені ең қатты шошытқан нәрсе не болды?
Бұл қара файл. Мұнда әр тарихтың артында адамның шын бет бейнесі жатады. Чао Бамбино Сори стал, к сожалению, последним для Ани в этом проекте. Спасибо тебе большое, Анечка, за яркое выступление. И, пожалуйста, Да, мы хотим спой нам еще раз. еще раз услышать эту песню в твоем исполнении. Анна Шейдер!